Қайырлы күн, бүгін сіздермен сёмга балығын пісіретін болғамыз. Каналымызға подписка жасап, лайк басып қойыңыздар. Сёмга балығы түрі ұзындай болып келеді. Мен морозильниктен ең кішкентайын алдым. Ең алдымен сёмгамызды ерітуге қойып қоямыз да пергаментімізді дайындаймыз. Пергаментімізді екі жағын осылайынан бүктеп, екі шетін түйіп қоямыз. Балығымыз піскенде майы сыртқа ағып, шығып кетпес үшін. Пергаментті видеодағыдай бүктеп болған соң, балығымызды жуып тазалап, құрғатып сүртіп, оны дайындаймыз. Яғни біз екі жағынан тұзбен жағып шығамыз. Және де екінші ингредиент ол бізде сұйық май. Сұйық майды да екі жағынан сәл-сәл шылқытпай құйып шығамыз. Сёмга балығымызды 40-45 минутқа 180 градустағы духовкаға салып пісіреміз. Сёмга дайын болған кезде оның иісі үйдің барлығын алып кетеді. Видеода көріп тұрғандарыңыздай сёмга өте әдемі болып піскен. Сёмганың қасына любой гарнирді пісіріп, столдың үстіне сёмгамен беруге болады. Ең алдымен сёмганың шетіндегі балықтың сыртын алып тастаймыз. Біздің сёмга балығымыз май қышқылдарынан Б топтағы витаминдерге бай болып келеді. Витаминдерден бөлек біздің ағзамызға қажетті цинк, темір, калий, фосфор, магний сияқты минералдардан тұрады. Сёмга балық сырты, іші барлығы әдемі болып піскен. Эксперимент ретінде кішкентай сёмга сатып алып, тура видеодағыдай пісірсеңіз болады. Менде 2000 теңгеге шықты. Ыстарыңыз дәмді болсын.